Әссәләму алейкум тігінші ханымдар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода жасырын тігістің, яғни потайной шовтың тігілу жолын көрсететін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Ине жібімізді сабақтап аламыз, міндетті түрде жібімізді түйнектейміз. Әдетте бұл жасырын тігіс бұйымның оң бетінен тігіледі. Осылай астыңғы жағынан инемізді өткізіп аламыз. Енді қарама-қарсы бетінен аралығын осындай кішкентай қылып инемізді өткіземіз. Осы жіп өткен жерге қарама-қарсы жерден екінші бетінен инемізді тағы да өткіземіз. Мінекей, осы жерде мұқият қарап алыңыз. Бір-біріне жақын, қатты алшақ емес. Соңына дейін осы әдіспен тігіп шығамыз. Бұл тігісті тұрмыстық өмірде көп қолданамыз. Жастық, көрпелерді тіккен кезде осы әдіспен тігеміз. Енді міне соңына жеттік. Соңына жеткен кезде осылай ең соңғы жіптің ортасынан инемізді жіптің ортасынан өткіземіз. Сол кезде бізде түйнек пайда болады. Жібіміз тарқатылмайды. Енді осы жерден жастығымыздың ар жақ бетіне қарай инемізді өткіземіз де жібімізді тартып, сол жерден қайшымен қиып тастаймыз. Біздің тігісіміз дайын, өте әдемі, білінбейді. Видео пайдалы болған болса, лайк басып, каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар, және достарыңызға, таныстарыңызға видеоны таратыңыздар. Алдағы уақытта тігіннің басқа да қыр-сырларымен бөлісіп отырамын.